Біз ел болып қарапайым еңбек адамын қадірлей білуіміз қажет. Қажетсіз мамандық болмайды, біліксіз маман болады. Ерінбей еңбек еткен жан өз ісінің майталманы атанады, ал кәсібін толық меңгерген адам қашан да сұранысқа ие болады. Тірі болсам, қазаққа қызмет қылмай қоймаймын деген еді. Соны тоқырау тон мойын заманында Алаштың арысы Әлихан Бөкейханов. Бүгінде етек жеңімізді жиып, егемендігіміз еңселі, тәуелсіздігіміз тұғырлы болған тұста ұлт көсемінің ұлағаты сөзін ұран етіп, адал еңбегімен ұлтқа қызмет ету үшін ұстаздық ұлы күрес жолына қадам бастым. Мақсатым өскелең ұрпақты жарқын болашаққа жетелеу, тарыдай болып табалдырғаттаған баладан таудай талабы бар тұлға қалыптастыру. Бүгінгі бүлдіршіннің бойына білім нәрін сеуіп, тәрбие ұрығын егіп, бәсекеге қабілетті, білімді болуына бағыт беру арқылы елдің ертеңіне үлесімді қосу. Ұстаз, болашақ бағбаны. Ұстаз бағыты, оза шапқан шәкірті демекші, әр шәкіртімнің жеңісі, менің адал еңбегімнің жемісі. Бала бойына ата-анадан кейінгі ақыл ой, адамгершілік, әдептілік, ар-ұят, ұлттық сана сезім сіңіруші адам мұғалім. Ұстаздық қызмет қызықта, бейнеде көп мамандық. Ұстаз оқушыларды білсем, үйренсем, көрсем деген ұмтылысқа тәрбиелейді. Ұстаз деген есім аз уақытын аямаған, шәкірттеріне үйретуге жалықпаған еңбекқор жанды ойға оралтады. Ахмет Байтұрсынов атамыз айтқандай, әуелі мектептегі керегі мұғалім, ол мектептің жаны деді. Ендеше, өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкірттің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізсем деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да бөлек.